Қайырлы күн достар. Бүгін мен өте тез дайындалатын хвосттың рецептісімен бөліскім келіп тұр. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен 2 жұмыртқаға қант салып, қамыр илейтін боламыз. Содан соң қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып, керекті формаға келтіреміз. Мен ұзынша етіп жасадым, сіздер өз қалауынша жасасаңыздар болады. Содан соң қатты қызып тұрған майда сарғайтып пісіріп аламыз. Мінекей достар, дайын болды. Мен қойытылған сүтпен әсемдедім, себебі өте жақсы үйлеседі. Ал сіздер қант ұнтағы немесе шоколадпен әсемдесеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет.